ОБТ-да білгеніңді есіңнен шығарып, балыңды жоғалтуға алып келетін 3 нәрсе. Қайырлы күн достар, біз бүгін осы тақырыпқа байланысты пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Аудиторияға кіріп, тест тапсырып, өзің түсетін оқу орныңа байланысты тағдырың шешілетін сын сағатта қателіктерге бой алдыруымыз мүмкін. Бірінші ол бойыңдағы үрей. Аудиторияға кірген кез келген түлек тексеруші комиссиядан жаңалғыштай қорқып, сасқалақтап жатады. Бұл дұрыс емес, себебі тексеруші ол да сен сияқты адам. Өз біліміңе сен де оларға назар аудармауға тырыс. Екінші, шпаргалкаға және телефонға сену. Екеуіне де жоламауға тырыс. Себебі сен оларға алаңдаймын деп уақытыңды жоғалтасың. Біліп тұрған сұрағыңа күдіктеніп, шпормен тексергің келіп тұрады. Бұл да дұрыс емес. Үшінші, асығыстық және сасқалақтау. Асыққан шайтанның ісі. Асығып жүріп сұрақтарды дұрыс оқымай, жауап парағына дұрыс берілмей, сасқалақтап жатамыз. Бұл да қателік. Әрбір сұрақты сабыр сақтап оқып, зейінмен оқып барып қана дұрыс жауабын іздейік. Сонда ғана балымызды жоғалтпай, жоғарғы нәтижеге жетуіміз мүмкін.